Қазақстанда коронавирусқа қарсы дәрі ойлап табылды. Көтіңді қыз қонақпас. My heart went oops. Yeah. My heart just got stuck between these oops. В Актау на 5 суток арестовали предпринимателя, который раздавал продуктовые наборы. Боже мой. Я очень хочу в школу, я не хочу дома учиться, мне мама ругает. Айттым ғой, ол көзіңе шөп салып жүр деп, басқа бір қаншық тауып алды, ол болды. По-любому басқа қаншық тауып алды деймін, барлық жігіттер сондай ғой. Жан сәлем. Дархан, енді серьезно мен жан деп атамай қой жүре ма? Сен білесің ба мен сен қанша күткенімді? Түсінші, Қайда қошаққан Дархан? Жұлдыз, мен шынымен кеше саған шықтым. Бірақ неге екенін білмеймін, күнде бірдеңе кедергі отта қалады. Не? Әдемі қыздар ма? Жан, қош, қайдағы әдемі қыздар? Қыздардың бәрі карантинде отыр. Далаға шықса да маска киіп шығады ғой. Значит, карантин болмаса сен барлық қыздармен сөйлесіп жүрдің ғой, Фу, бір прикол түсінбейтін бір нәрсесін осы. Маған сенен басқа ешкім керек емес. Білесің ғой сен соны? Онда, қайда жүрсің? Уже 4 күн өтті. 4 күн, Дархан. Шын айтам, бірінші күні постқа жетіп қалғанда құрт жейін деп қақалып қалдым. Ана далбайлар мені қалай коронавируспен ауырады деп ойлап, скорый мені алып кетті. Құрт жеп, қақалып, коронавируспен ауырып қалды деп алып кетті? Иә. Неге трубканы қоя салдың? Неге қоя салдың? Қайдағы құртты айтып тұрсың сен? Жан, нан ұрсын деймін саған. Сен бейсің мені қуаттан сұра. Я, Дархан, қайдағы құрт? Қалайсың, Жұлдыз? Жақсы өзің. Шын айтып отыр, ол құртқа қақалып қалды. Көрдің бе? Ну ладно. Ақылған күндер не істедің? Тағы немен қақалып қалдың? Жан, қойшы. Келесі күн таксиге 10 мың теңге керек болды. Талғарға дейін 5 мың теңге емес па? Сен де қызықсың, доллар көтеріліп кетті ғой, Жан. Тәңіріне соқмайсың ба? Сөйтіп, ақша керек болып доставкаға шықтым. Бір ЖК келгенде клиенттер давай ақшаға карта ойнайық деді. Саған тезірек келу үшін ойнадым. Ақшаны ұтып, енді ЖК-дан шығайын деп жатқанда полицейский келіп, карантинге 2 аптаға ЖК-ны жауып тастады. Именно сен кірген ЖК-ны жауып тастады, я? Иә. Қойшы, сен даже карта ойнай алмайсың ғой.
Қалай ойнай алмаймын, просто сенімен ойнамаған абылай Қуатпен шида ойнаймыз, иә Қуат? Қойға қарсы ойнамадық. Сөйтіп, келесі күні ЖК-дан енді шығып бара жатқанда... Тоқта. Қалай келесі күн сен 2 аптаға жауып тастады дедің ғой? Короче, ана тупой полицейский бар ғой. ЖК-лар шатастырып алған ғой. По идее, басқа ЖК-ны жабу керек болған. Жан, не болды трубканы Сен қайта ақымақ көресің ба? Қайда шыққан шатастырып немене өтірік айтып тұрсың? Маған ұрсын деймін саған, маған да біреу сондайды айтқанда сенбеуші едің. Жоқ, сен шықсаң енді күндіз неге келген жоқсың, а? Ой, түні бойы қайттан карта ойнап, ұтып алған ақшам бәрін қайттан ұтылып қалдым. Айттым саған, картантты ойнай алмайсың. Сосын Ерікке барып, 10 теңге қарызға сұрадым. Қай Ерік? Эрик ше. Эрик? Мен класстасым Эрик ше. Анау ма? Сосын Эриктен 10 теңге қарызға алдым. Қалай алғанымды айтып берсейші, қызық. Кетші Қуат. Бұнсында болды. Қуат кетші. Ештеңе емес жан. Не? Немене жасырып тұрсың менен? Ой, 10 теңге алу үшін Эрикті 10 секунд құшақтадым. Шын ба не? Сосын? Иә, сосын 10 теңгені алдым, таксиге отырдым. Қаладан шығып баратқан соң бірден кейін ұмытып кетіппін. Нені ұмытып кеттің? Айтсай? Сақал қыратын бритвамды ұмытып кетіппін. Туф, Дархан, кетші бар, бұның өтіргенді. Барлық өтірік сияқтына ЖК-ңда полицейский сақал қыратынды. Сен просто мені жақсы көрмейсің, бұдан кейін маған хабарласпа. Қыздар, сендер дұрыс айтыпсыңдар. Дархан таза өтірікші екен. Көзіме шоп салып жүрген сияқты. Айттым ғой саған ол басқа қаншық тауып алды деп. Все парни сволочи дейді ғой. Орыс әйелдер вообще-то сөйтіп айтады. Өстісі жоқ бұл достарыма кетіп күн батқанда, қыздар керек емес гитарам барда күн батқанда, келмесем түнде қоңырау күтпе, таң атқанда іздеймін сені.